Балдың құрамына осы күнге дейін жүздеген зерттеулер жүргізіліп, көл-көсір пайдасы бар екен анықталды. Бал табиғи қант алмастырғыш. Орта есеппен бір адам жылына 37 келі қант жейді, яғни күніне кемінде 100 граммнан көп шекерді шайға салып ішеді. Мұның адам ағзасына зияны болмаса, пайдасы жоқ. Егер қант орнына бал жесек, бұл біріншіден арзанға түседі. Екіншіден, ол түрлі дәрумендер мен минералға, ақуыз, калий, кальций, натрий сияқты элементтерге бай. Сондықтан әрбір адам күніне кем дегенде 20-30 грамм табиғи таза бал жегені жөн. Оксана, это просто звук. Араның бызылдаған дауысын естісеңіздер, бірден қашуға дайын тұрасыздар. Өйткені ара шаққан жерісіп, қызарып кетеді, бұны әрбір адам білетін шығар. Ал сіз араның буы денсаулыққа пайда әкелетінін білдіңіздер ме? Ол ғылыми түрде 19 ғасырда дәлелденіпті. Ара буы көптеген ауруға бірден бір ем. Шығыс Қазақстанның бренді бал және аралар туралы тағы не білуге болады? Пчелок никогда все не узнаешь. Бірақ біз өз күшімізді сынап көрдік. Омарташылық жақсы дамыған аудандардың біріне, Қатон-Қарағайға бардық. Әкесінің кәсібін жалғастырып, омарташылықты табыс табудың жолы ғана емес, өмірдің мәніне айналдырған Вера Павловна Климоваға жол тарттық. Оның омартасы Қатон-Қарағай ауданы Черновое ауылынан 5-6 километр жерде орналасқан. Саясаттанушы, тарихшы Вера Павловнаны қалалық өмір қызықтырмайтын көрінеді. Өркениеттен алшақтанып, қысы жазы табиғатпен үйлесім тауып өмір сүреді. Қазір омарташы емдік туризмнің дамуына өзіндік үлесін қосып келеді. Вера Павловна бал өндірумен қатар аралардың емдік қасиетін іске жаратты. Омарташыға қонаққа келген адамдар биорезонансты терапиядан өте алады. Осындай шағын кабинкаларда 2 жатын орын бар. Жай жатын орын емес, әрине, астында аралардың отбасы орналасқан. Олардың аралардың гүлі, иісі және толқындары адам денсаулығына пайдалы. Көрейік. Сердечно-сосудистая система у тебя отдыхает. Жүрек қан тамырлары, эндокриндік жүйелер демалады. Тіпті бала туу органдарына да тигізер пайдасы мол. Себебі бұл жерде жаңа өмір пайда болады. Аналықтар егеді, кейін аралар пайда болады. Бұл процесстердің бәрі ерекше бір деңгейде, рухани деңгейде жүзеге асырылады деп айтуға болады. Бұл сауықтыру жүйесі Украинада кең таралған. Қазір Алтай өлкесінде қолданысқа енгізіліп жатыр. Ара мен балдың емдік қасиет туралы бұрыннан бері белгілі. Емдік туризм дейміз ғой. Бертін ғана жер-жерде кеңінен насихатталып тарала бастады. Міне, мен биорезонансты терапияны белсенді насихаттап, көпшілікке таныстырып жүрмін. Әзірше бір үйіміз бар, тағы күйді жасақтап жатырмыз. Бізде бәрі дайын. Гамакты да сатып алдық. Бір кабинкада 4 ара ұясы тұрады. Ортасында гамак іліп қоямыз. Ұялар ашық, тек қарапайым тормен жауып қоямыз. Жатқан кезінде бірден ұйқы басты, жарты сағаттан кейін оянғанда өзімді демалып алғандай болып сезініп тұрмын.
2016 жылдың 14 тамызында Климова шаруа қожалығының аумағында алғаш рет Медовый спас халықаралық этнофестивалі өткізілді. Фестиваль көп ұлтты Қазақстан, жақын және алыс шетел халықтарының бірлігі мерекесіне айналды. Енді жыл сайын өткізіледі. Бастысы бал өнімі молынан жинақталса болғаны. Я с пчелами знакома с детства. Шынымды айтсам, мен ара шаруашылығымен айналысып жүргеніме көп болды. Бала кезінен әкемнің артынан еріп жүретінмін. Бір байқағаным, барлығы да ауа райына байланысты. Табиғи құбылыстар аралардың жұмысына әсер етеді. Егер күн жылы болса, аралардың көңіл күйі де жақсы болады. Шырын жинау процесі ұзақ. Тау бөктеріндегі өсімдіктерден жинайды әдетте. Ал мысалы күн жаңбырлы, суық болса, аралар кеш оянады. Жинаған шырын да аз болады. Мысалы бүгін түнде суық болды, 5 градус. Бұл шырынның булануына қолайсыз жағдай. Катонқарағай ауданына ат басын тіреген саяхатшыларға Вера Павловна Климованың пасекасына баруға кеңес береміз.